Қайырлы таң көрермен, біз таңғы эфирді өткізіп студиядан шықтық. Бүгін 2-ші маусым, ал 5-і күні референдум өтетендеше сайлау учаскелерінің дайындығын бірге тексерейік. Алматы қаласы бойынша 574 сайлау учаскесі бар. Оның 67-сі жабық мекемелерде өтеді. Біз Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасына келдік. Бұл жерде нөмірі 264-ші сайлау учаскесі орналасқан. Дауыс берушілер үшін сайлау учаскесінің алдына арнайы тақта қойылған. Келушілер тақтадағы QR-код арқылы Конституцияға енгізілген түзетулер мен өзгерістер жайлы толық ақпарат алады. Біздің енді осы 254-ші референдум учаскесіне тиесілі мекен-жай Абай даңғылы, Желтоқсан, Байсейітов және Назарбаев даңғылы. Осы мекен-жайлар бойынша біз тұрғындарды қабылдаймыз дауыс беру күні. Республикалық референдумда дауыс беру сұрақ-жауап ретінде жүреді. Арнайы бюллетеннің ішінде Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қолдайсыз ба деген сауал қойылады. Азаматтар я немесе жоқ деген нұсқаның бірін таңдайды. Айтпақшы, 264-ші сайлау учаскесінде 5 кабина бар. Оның бірі ерекше жандарға арналған. Ерекше жандарға арналған кабинаның артықшылығы мұнда келген адамдар кезек күтпейді. Сондай-ақ көру қабілеті нашар адамдар мынадай трафаретке бюллетенді салу арқылы дауыс бере алады. Референдумды өткізу шаралардың жоспарына сәйкес қала бойынша комиссия мүшелерінің саны 5000 адам. Соның бірі Шіленбаева Айтолқын Нұрсағатқызы. Комиссия мүшелігінде 7 адам тұрады комиссиямыз. Төраға, орынбасары, хатшысы және қалған мүшелері. Дауыс беру учаскелері дайындықты 20 мамырдан бастады. Өз учаскеңізді кол орталыққа хабарласып анықтай аласыз. Сайлау учаскесінің жұмысымен толықтай таныстық. Мен дауыс беруге келемін. Сіз ше, ендеше жаңа Қазақстанда бірге құрайық.